Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы жүйелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге дұрыс тамақтану туралы айтатын боламын. Менің алдыңғы видеоларымның астында ең көп комментарий жазған ол өтке байланысты тақырыптар екен. Өтті қалай дұрыс жұмыс жасаймыз, өтті қалай дұрыс тамызамыз деген секілді сұрақтарға мен жауап бергім келіп тұр. Өттің дұрыс тамуы үшін бірінші біз дұрыс тамақтану керекпіз. Және кез келген ауруды біз дұрыс тамақтану арқылы емдей аламыз. Қазақта екі ауру бар дейді. Бірінші суық тию, екінші көз тию дейді. Егер де мезгілге сай емес киінетін болсаңыз, онда суық тию мүмкін. Ал көз тию бар нәрсе. Ауру астан деп айтып жатады. Яғни біз егер де дұрыс тамақтанбайтын болсақ, онда бізде көптеген аурулар пайда болуы мүмкін. Мен осы тақырыпты айтатын боламын. Видеоны міндетті түрге соңына дейін көріңіздер. Видеоны бастамас бұрын мен арнама тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазып отырыңыздар. Дұрыс тамақтануды біз әрқайсымыз әртүрлі түсінеміз. Және де кейбіреулер дұрыс тамақтануды қалай екенін білмей жатады. Я дұрыс тамақтану деп естіп жатамыз, бірақ оны қалай дұрыс тамақтанамыз, ол туралы көбімізде мағлұмат аз. Сол себепті мен бірінші дұрыс тамақтануды өзі тағамдық немесе тағамдық емес деп түрге бөлуді қалап тұрмын, немесе тағамдық емес деген түрді жалпы тамақтану ережелері деп те атасақ болады. Бірінші ережеге келетін болсақ, бірінші тамақтану тағамдық емес түріне. Бірінші ол біз міндетті түрде тамақ жегенде бірінші тамаққа қарау керекпіз. Біз көбіне тамақты тағам қабылдап жатқанда сотка шұқылап немесе теледидар көріп жатамыз. Ол дұрыс емес. Себебі біз тамаққа қарағанда бізде ауыз қуысымызда сілекей, яғни біздің тағамдық заттарымыз бәрі ауыз қуысына түскенде ауызда басып ыдырай бастайды, ауыз қуысында. Ал келесінде тағамға қараған екен бізде асқазанымызда сөл бөлінеді, асқазан сөлі. Сол арқылы біздегі келесі ыдырау процесі жүреді. Және келесі өттің тағамды қарағанда өтте бөлінуге дайын тұрады, және ұйқы бездерде ферменттерді бөлуге дайындап, ішектерімізде дайындалады сіңіруге. Яғни, егер де біз тамаққа қарамай жейтін болсақ, онда бізде әрі тойыну сезімі де болмайды. Тойыну сезімі болмаған екен біз тамақты көп қабылдап қоямыз. Ал егер де бізде ауыз қуысынан тамақ дұрыстап ыдырамайтын болса, ол асқазанда дұрыстап ыдырамайды. Асқазанды дұрыс ыдырамаған екен біздегі ішекке барып бір орында тұрады, іриді, шірейді. Соның нәтижесінде бізде газ түзіледі. Газ түзіліп, ол кіші жамбас аймағындағы мүшелерді, органдарда қанмен дұрыс қамтамасыз етілмейді, және төменнен жоғары қарай көтеріліп жатқан вена тамырларының басылуына алып келеді. Соның себебінде венада застой болуы мүмкін, және де кіші жамбас аймағындағы органдардың дұрыс қанмен қамтамасыз етілмей ақаулар пайда болуы мүмкін, яғни қабыну процестері. Және де ішекте қорытылмаған тағамдар, токсиндер біздің қан тамырлар арқылы ағзаға қайтадан сіңіп, ол токсиндер майларға барып жиналады. Ал токсиндер өзімен майларға барып жиналады, ал токсиндер өзіне майды жинайды. Соның нәтижесінде адамда семіздік пайда болуы мүмкін. Және токсиндер бізде ағзада лимфа жүйесінде жиналады, бізде ісіну пайда болуы мүмкін. Яғни соның нәтижесінде адамда ісік пайда болады. Және де ол өз кезегінде бауырдың қызметінің токсиндер жұмысын нашарлатады. Ал біздегі негізгі фильтр ол бауыр болып келеді. Сол себепті міне біздің семіздігіміз, біздің ісінуі осы айналып келгенде тамаққа дұрыс қарамағаның нәтижесінде болып тұр. Ал келесі біздегі біз тамақты қабылдағанда тамақты 30-40 рет шайнау керекпіз. Ол асқазанда дұрыстап ыдырап, біздің асқазан арқылы кішкене бөліктер ыдырап бастайды. Яғни асқазан 30-40 рет шайнамаған екен, бізде асқазанда толық ыдырамайды. Бағанағы айтқан процесте жүреді. Асқазанда дұрыс ыдырамады, одан кейін 12 ішекте дұрыс ыдырамайды. Соның нәтижесінде ішекке дұрыс сіңбейді. Бағанағы айтқан процестеріміздің бәрі қайтып айналып келіп, ол біздегі семіздікке және де ісінуге алып келеді.
және бауырдың жұмысын нашарлатуына алып келеді. Кіші жамбас аймағындағы ағзаларда қабыну процесі және аяқта венаның іркілуі немесе кіші жамбас аймағындағы венаның іркілуіне алып келеді. Келесі ережеміз: біз тамақпен бірге суды қабылдаймыз. Тамақ жеген кезде, тағамдық заттарды қабылдағанда біз су ішпеу керекпіз. Біз суды ішеміз тамақтанардан алдын 15 минут алдын немесе тамақтанғаннан кейін 31 сағаттан кейін су қабылдағанымыз дұрыс. Себебі ол біздегі ұйқы безіндегі ферменттердің тағамдық заттарды дұрыс ыдыратпауына алып келеді. Соның нәтижесінде бағана айтқан процесс қайтадан жүреді. Ол ішекке барып дұрыс ыдырамайды, шіриді, бағанегі семіздігіміз, ісінуімізге қайтадан сол осы нәтижесінде пайда болады. Яғни біз суды тағам уақытында, тағамдану кезінде қабылдамау керекпіз. Және біздегі біздің су ретінде біздегі клетчатка болу керек. Ол клетчатканы мен алда айтатын боламын. Және келесі ережеге тоқталатын болсақ, ол ереже біздегі күніне 3-4 рет тамақтану, 3 рет тамақтану және перекусымыз аз болу керек. Ол перекусымыз, егерде қарныңыз қатты ашқан болса, онда перекусымыз біз белок түрінде болу керек. Яғни егерде глюкоза болатын болса, жай глюкоза болатын болса, ол қандағы қантты бірден көбейтеді. Соның нәтижесінде адамда инсулин жоғарылап, ол бүйрек безінің қызметінің нашарлауына алып келуі мүмкін. Соның нәтижесінде адам шаршағыш, әлсіз болып келеді. Келесі, біз таңғы асты қабылдау керекпіз. Тұрғаннан кейін, жатқаннан тұрған қалпына енгеннен кейін 30 минут және 2 сағат арасында тағам қабылдау керекпіз. Сол уақытта бізде өт бөлінеді. Яғни өт біздегі көптеген аурулардың пайда болуының дұрыс танбауы, тағамдық заттардың ыдырамауына, соның нәтижесінде липидтер ыдырамайды. Жасушаның мембранасының, бүкіл ағзадағы жасуша мембранасының құрамына кіреді. Яғни біздегі жасушалардың дұрыс жұмыс жасамауына, жасушалық деңгейде дұрыс жұмыс жасамауына алып келеді. Сол себепті біз тұрғаннан кейін 30 минут және 2 сағаттың ішінде тағам қабылдау керекпіз. Келесі, біз тағамды кешкі 6-7-ден кейін қабылдамау керекпіз. Себебі 6-7-ден кейін біздің асқазан ішек жолымыз дұрыс жұмыс жасамайды. Соның нәтижесінде бізде тамақ 7-ден кейін қабылдайтын болсаңыз, ыдырамайды. Ол бағана айтқан процесстер ағзадағы ірейді, шірейді, газ түзіледі. Соның нәтижесінде адамда ішінде жел жиналады. Яғни біздің тағамды 6-7-ден кейін қабылдайтын болсаңыз, онда асқазан ішек жолы сол тағамды қорыту үшін түні бойы жұмыс жасайды. Және таңертең тұрғанда сіз шаршаңқы, әлсіз, демалмаған күйде тұрасыз. Ал 6-7-де тағам қабылдап, одан кейін тағам қабылдамайтын болсаңыз, сіз таңертең бодрый болып тұрасыз. Біздің ағзамыздағы токсиндерді шығаратын органдарымыз ағзадағы токсиндерді шығарып, сіздің демалған күйде тұруыңызға әсер етеді. Келесі ереже, тәттіні біз таңғы түскі уақытқа дейін қабылдағанымыз дұрыс. Себебі бізде сол уақытта бізде асқазан ішек жұмысы жақсы жұмыс жасайды. Және соның нәтижесінде тәттіміз глюкоза ғой, оны біз физикалық белсенділік арқылы қандағы глюкозаны тез ыдырауына алып келеміз. Ал кешке жақын жейтін болсаңыз, сіз уже демалатын уақытқа таяп қалдыңыз. Және соның нәтижесінде сіз ол глюкозаны ыдыратып үлгермейсіз. Ал қандағы глюкоза көп болатын болса, ол қан тамырының қабырғасын құртып, ағзада инсульт, инфаркт секілді, сахарный диабет секілді ауруларға алып келуі мүмкін. Біз фруктыларды бір түрінен екінші түріне ауыстырмаймыз. Яғни арасын 30 минуттан кейін жеу керекпіз. Себебі оның құрамындағы фруктозалардың бәрі ағзада қантты көбейтіп, біздің
асқазан ішек жолын дұрыс жұмыс жасамауына алып келеді. Осымен бүгінгі біздің тағамдық емес түріне тоқталдық. Келесі видеода тағамдық түріне тоқталатын боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк қойып, комментарий жаза отырыңыз. Дұрыс тамақтанайық, алдын алу еммен жүргізейік, және де ауырмайық.